смарт білімде ашылғаннан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Осы жалақы ала алмаймыз жыл сайын осы мәселені шешу жолдарын тездетіп шешіп берулеріңізді сұраймыз. 4 айдай болып тамыз айынан бастап тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айы болды. Ешқандай жалақы алған жоқпыз. Осы мектепте жасайтын 400-ден астам мұғалім бар, бәрінің де кредиті бар, бала шағасы бар. Өте қиын жағдайдамыз қазір. Соны басшылардан, жоғарыдағы парламент адамдарынан көмек сұраймыз. Қаржыландырылмау мәселесі соңғы 3 жылда болып келе жатыр. Негізі басында ғылым және білім министрлігі, сосын оқу-ағарту министрлігі болды. Бүгінгі таңда қаржыландыру орталығын қаржы министрлігіне аударып, жаңадан платформа ойлап тапты ма, мен оны түсінбедім. Осы ноябрь айында бізге хабарлар келді. Өйткені қыркүйектің жалақысы уақытылы түспегендіктен кейін енді біз білім басқармасына шықпаймыз ба, қаржы орталығына шығамыз, нақты бізге жауап берілген жоқ. Өткен 7-де білім басқармасының 2 өкілі келіп бізге түсіндіру жұмыстарын өткізді. Жоғары жақта осындай нәрсе болып жатыр дегенге келтіріп, ұстаздарымыз қыркүйек пен қазан айының ақшасын алған жоқ. Қаржы инспекциясы біздің енді мекемені уақытылы қаражат төлемегендіктен бізге айыппұл салды, 300 мыңға жуық. Енді ұстаздар тарабынан компенсация деген мәселе көтеріліп жатыр ғой. Енді бұл мәселені білім басқармасымен бірге шешпесек, еңбек инспекциясымен бірге, ондай қаражат біздің тарабымыздан негізі қарастырылмаған. Мектеп толығымен балаларға ақысыз білім бергендіктен біз ата-аналардан ақы алмағандықтан біздің есеп шотымызда ондай қаражат жоқ. Сіздер айтасында ақы класста жоқ. Білім толығымен білім мектеп гимназиясында, смарт білім гимназиясында ақысыз беріледі. Балалар бастауыш 1 мен 4 3 мезгілдік тамағына төлейді. Болды? Қалған мемлекетте қаржы. Қалған адам басына мемлекеттен қаржы бөлініп тұрады.